Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Жантүршігерлік уақиға. ТЖМ қызметкері видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Медеудегі өртті сөндіру кезінде 28 жастағы құтқарушы қаза болды. Алматы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері Арслан Құрманбековтың үстіне жанып жатқан ағаш құлаған. Төтенше жағдайлар министрлігі марқұмның туыстарына көңіл айтты. Арслан жауапты қызметкер, кәсіби көрсетер және білікті маман болды. Ол жұмыста еңбекқорлығы, әділдігі және де мамандыққа деген сүйіспеншілігі үшін бағаланды деп атап өтті ведомстводағылар. Төтенше жағдайлардың қаза тапқан өрт сөндірушінің отбасына жан-жақты көмек көрсетеді. Құрманбековтың азаматтық қорғау органдарында істегеніне 2015 жылдан бері жұмыс істеген. Айта кетері, Алматы тауларындағы өртті сөндіру үшін 2 тік ұшақ жұмылдырылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.